Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші бөлім, 2 сынып, қазақ тілі. 13 сабақ. Сабақтың тақырыбы я әрпінің жазылуы. 51 жаттау. Мәтінді дауыстап оқы. Мәтіннің тақырыбы Бахтияр неге ұялды? Бахтияр мен Саят жолда шелегі суға толы қарт әжейді кездестірді. Әжей кішкене жүгіріп тоқтап демалады. Саят әжейге көмектеспек болды. Сонда Бахтияр, елдің бәріне бірдей көмектесе бересің бе? Деді оған. Бірақ Саят оны тыңдамай, әжейдің шелегін үйіне апарысып берді. Бахтияр бірде шөлдеп келе жатып, ауылдың шетіндегі үйге бұрылды. Ол сол үйден су ішкісі келді. Есікті ашқанда баяғы қарияны көрді. «Іш, балам, іш», деді әжей. Су беріп тұрып, Бахтияр ұялғанынан суды ішпестен далаға атып шықты. Бұл мәтін Балдырған журналынан алынған мәтін екен. Балалар, мәтін не туралы? Бахтияр неге ұялды деп ойлайсың? Оның орнында сен болсаң, не істер едің? Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді көшіріп жаз. Бахтияр және Саят деген сөздерді көшіріп жазамыз. 52 жаттығу. Сөздердегі көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, оның себебін түсіндір. Пияз. Я пияз дегенде я әрпін жазамыз. Себебі идан кейін а әрпі жазылмайды. Ұрқия. Бұл жерде де я әрпін жазылады. Себебі и әрпінен соң а әрпін жазуға болмайды. Зиян. Бұл жерде я дыбысын жазамыз. Себебі идан кейін а жазылмайды. Аяз. Бұл жерде де я әрпін жазамыз. Елу үшінші жаттығу. Сызбадағы сөздерді тауып жаз. Яғни, бұл бірінші сызбаға назарды аударсақ, соңы яға бітетін әріпті жазамыз. Ал екінші сызбаға қарасақ, ортасында немесе соңында келетін я әрпін жазамыз. 55-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Қалқиып ұзын құлағы елеңдеп қоқып тұрады. Жұмбақтың шешуі қалай ойлайсыңдар? Әрине, бұл қоян. Яғни, қоян сөзіне дыбыстық талдау жаса. Дыбыстық талдау қалай жасалатын еді? Дауысты және дауыссызын ажыратамыз. Я, балалар? Неше буыннан, неше әріптен тұрғанын айтамыз. 55-ші жаттығу. Құстарға қамқорлық тақырыбында берілген тірек сөздермен әңгіме құрастырып жаз. Тірек сөздер. Балалар, құстар, ұя жасау, жем шашу. Және балалар, сендерге сәл көмек берейін. Балалар құстарға ұя жасау арқылы оларға қамқорлық жасады. Ары қарай өзің
мәтінді әңгімені құрастырып көр. Балалар, сендерге қосымша тапсырма бар. Бұл жерде я әрпі неге ұқсайды? Әрине, ұяға ұқсайды, я балалар, қараңдаршы. Буындарды ортадағы әріппен қосып оқы. Оя, қия, соя, және есіңе сақта. Әріптерді торкезге дұрыс орналастыр. Бұл тапсырмаларды орындап болған соң, мұғалімге тексертуді ұмытпа. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.